Жылдар бойы адамның асқазаны түйіліп ауыруы мүмкін. Қанша анализ тапсырса да, бәрі жақсы, бәрі дұрыс. Дәрігерлер ауру емессіз деп шарасыздықтан қол сілтейді. Неден ауырып жатқанын білмегендіктен адам да беймаза күй кешеді. Мұндайда психосоматика деген теория барын еске салғымыз келеді. Теорияға сенсек, ағзадағы ауру эмоционалдық жай-күйімізге тікелей байланысты. Психосоматика деген не? Психосоматик грек тілінен аударғанда жан және дене деген екі түбірден құралады. Бұл медициналық терминді 1818 жылы неміс психиатры Йоган Хайнрод ұсынған болатын. Хайнродтың сөзіне сенер болсақ, естен кетпейтін немесе пациенттің өмірінде қайталана беретін көңіл күйді түсіретін жағымсыз эмоция жанды жегіде жеп қана қоймай, физикалық тұрғыдан әлсіретеді. Бәрін ойлап тапқан Йоган Хайнрод десек, қателесеміз. Йоган өмірге келмес бұрын атақты грек философы Платон жан мен дененің бір тұтастығы туралы идеяларды айтып кеткен. Аюрведаның авторлары да, шығыс медицинаның дәрігерлері де осы принциптерді ұстанған. Хайнродтан кейін психосоматика идеясын қолданған екі атақты психиатр болған. Олар Зигмунд Фрейд және Франш Александер. Екеуі де айтылмаған, іште қалған реніш, өкпе, ыза күндердің бір күні сыртқа дерт күйінде шығатынына сенімді болған. Ауру түрлері және эмоция. Фрейд пен Александерден кейін психосоматикалық теорияны зерттеуге деген қызығушылық жаңа заман ғалымдарында да пайда болды. Сөйтсе, бірдей ауруға шалдыққан адамдардың мінез-құлқы, темпераменті ұқсас болып келеді екен. Олардың белгілі бір жағдайға деген танытатын реакциялары да бірдей болып шыққан. Мысалы, онко ауруларға шалдыққандардың дені өз эмоциясын білдіртпейтін, іштегі ашу мен ренішін шығармайтын, бір нәрсеге өкінгеннен құлазып, жалғыздықтың азабын тартатындар. Арқасы ауыратындарды бақылауға алса, көбі бәріне жаққысы келетін, пайдалы болғысы келетін, сөйтіп бүкіл ауыртпашылықты өз мойнына жүктеп алатындардың қатарынан екен. Олар өздерін өзгелер үшін құрбандыққа шалуға дайын тұратын көрінеді. Жақындарының жағдайын көп ойлағандықтан өз өмірін екінші кезекке қояды да, өзімен өзі арпалысып, өз-өзіне көңілі толмай өтеді. Асқазан ішек жолдары ауыратын науқастардың көбі өздеріне де, өзгелерге де жоғарғы талап қойғыш жандар. Олардың көңілі ешқашан толмайды. Сәтсіздікке ұшыраса, сол жаман ойды қорыта алмай, одан арыла алмай, ақыры сол эмоциялардың барлығы асқазанның жарасына айналып шыға келеді. Психосоматикалық теория негізгі 5 эмоциядан құралады. Ашу-ыза, қорқыныш үрей, қайғы мұң, қызығушылық, шаттық қуаныш. Алғашқы үшеуі ағзаға кері әсерін тигізеді. Адам ызаланса, қорықса, қайғырса, қысу механизмі іске қосылады. Керісінше қызығушылық танытса, қуанса, жүрек секіріп кетердей болады. Жағымсыз эмоцияларды жанымызға жуытпау мүмкін емес. Ашуланбайық, қайғырмайық, уайымдамайық десек те, сезімімізге ерік береміз. Мұнымыз дұрыс. Себебі ашуға булыққан адам ұзақ уақыт бойы шеше алмай жүрген мәселенің нүктесін қоя салады. Айта алмай жүргенін айтады. Сол арқылы өз өміріне қатысты маңызды шешім қабылдайды. Қорыққан адам ең алдымен өзін ойлайды. Бұл да керек сезім. Ал уайым болса, жылап сықтау арқылы шерден арылуға, өткен кеткенге талдау жасау арқылы өмірге басқа қырынан қарауға мүмкіндік береді. Психосоматикалық теорияны қолдайтындардың ойынша, бар бәле жағымсыз эмоцияда емес. Мәселе ол эмоциялардың сыртқа шықпауында. Кез келген эмоция сыртқа шықпаса, ауруға душар етеді. Мысалы, ашуымызды көрсетпесек, ол ренішке айналады. Ал реніш жанымызды жегіде жеп, бір күні қатерлі ісік болып шыға келеді. Ауру сырқаудың пайда болуына кейде вирус пен бактерияларда әсер етпейді.
Ғалымдардың есебінше 32-40% жағдайда дертке душар ететін стресс, жан азабы және конфликт. Енді не істеу керек? Әр адамның әр түрлі темпераменті бар. Біреуміз қызуқандымыз, енді біріміз сабырлымыз. Қандай темпераментке жатсаңыз да, эмоция шығарып үйренген абзал. Психосоматикалық ауруды дәрінің көмегімен емес, психотерапияға жүгіне отырып емдеуге болады. Арнайы маманға жүгінсеңіз, ол сізге эмоция басқаруды, ашық болуды үйретеді. Сонымен қатар спорт та адамның жанын емдейді. Жай ғана серуендесеңіз де, бокспен айналыссаңыз да, таңертең жүгірсеңіз де, жаныңыз жадырап қалады. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы әрі қызықты болды деген ойдамын. Видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар.